Ал Петропавл қаласының кірпіш зауыт ауданының тұрғындары тозығы жеткен жолдармен арпалысып шаршадық дейді. Тәуелсіздік алған жылдардан бері жөндеу көрмеген жолдарды қалпына келтіруге ешкім талпынбайды да. Мына жолдарда жаяу жүргінші түгілі көлікте жүре алмайды. Бұл соңғы 5 жылдың көрінісі. Ал көктем келісімен тұрғындардың жағдайы тіпті қиындап кетеді. Мен өзім бірнеше рет әкімдіктің есігін қағып келемін жылда. Көктем айларында жолды бірнеше рет тегістеп кеткені болмаса бір жөндеу көрген емес. Ездим каждый день. Балаларымды балабақшаға апарарда осы көшемен жүру мүмкін емес. Себебі үнемі мына жолда көлік кептелістері болып қозғалыс қиындап кетеді. Жолдардың тозығы жеткендігі соншалық мынандай ойықтар пайда болыпты. Енді бұл ойыққа кішкентай балаларымыздың түсіп кетпеуіне кім кепіл дейді тұрғындар. Бұл мәселе жөнінде атқамінерлердің өз айтарлары бар. В настоящее время в рамках бюджета 110 миллион теңге биыл кей көшелерде қиыршық тас төсеуге бөлінді. Мамыр айының соңындағы байқаудың нәтижесі бойынша қай көшелерді реттейтініміз белгілі болмақ. Жақын арада бұл ықшам ауданға қиыршық тас төселеді деп сендіріп отыр ақшағалылар. Сондықтан халыққа күте тұруға тура келмек. Асем Айтолла, Райымбек Бегужаев, Казак Ньюс, Петропавл.